тура және ауыспалы мағыналы сөздер. 9-шы жаттығу. Жұмбақты оқып шешуін тап. Таңдайды тақ-тақ, талмайтын неткен жақ. Бір өзіңде екі тіл, сөйлемейді бірақ. Бізде тақ-тақ ететін ол сағат. Жұмбақтағы қарамен берілген сөздерге назар аудар. Бұл сөздер нені білдіреді? Қарамен жазылған таңдай, жақ, тіл сөздері ауыспалы мағынада қолданылып тұр. Тіл сөзі қандай мағыналарда қолданылады? Тіл адамның дене мүшесі. Екінші тіл сөйлеу тілі, яғни қазақша, орысша. Ал үшіншіден тіл кесу, кес деген мағынаны білдіреді. Сағат не үшін керек? Сағат бізде уақытты бақылап білу үшін керек. Суреттегі сағаттарға қара. Суреттер бойынша сағаттың шығу тарихын болжап көр. Бірінші суретте құм сағаты, одан кейін қабырға, керегеге ілетін сағат. Үшінші қалта сағаты, төртінші қол сағаты, бесінші қоңыраулы сағат, соңғысы ұялы телефон сағаты. Ең алғашқы сағат құм сағаты болды, одан кейін қабырғаға іліп қоятын сағат шықты. Отбасы мүшелері қай сағат түрін пайдаланады? Сен өзің қай сағат түрін қолданасың? Ұялы телефон сағатын және қол сағатын қолданамыз. Келесі 10-шы жаттығу. Берілген сөздер тобын пайдаланып сөйлем құрап жаз. Алтын уақыт, алтын сағат. Айша алтын уақытын бөліп әжеме сәлем беріп кетті. Әкем анама алтын сағат сыйлады. Берілген сөздер тобында алтын сөзі қандай мағынада қолданылып тұр деп ойлайсың? Бірінші сөйлемде ауыспалы мағынада, ал екінші сөйлемде тура мағынада қолданылып тұр. Келесі алтын уақыт деп неліктен айтады? Алтын уақыт деп айту себебі алтын өте бағалы, қымбат металл түрі. Уақытты бағала деп алтынға теңеп, алтын уақыт дейміз. Уақыт алтыннан да бағалы. Есте сақтайық, сөздер өзінің негізгі мағынасынан басқа мағынада қолданылады. Тіл дене мүшесі, яғни бұл тура мағына. Екінші сағаттың тілі. Бұл бізде ауыспалы мағына. Келесі тапсырма. Тиісті тыныс белгісін қойып, өлеңді көшіріп жаз. Жаз көрпені, кісі күт, қонақ келсе үйге қот. Жаз әріпті сандарды, жазу өнер сындарлы. Жаз сөзі екі мағынада қолданылып тұр. Жаз көрпені жаю. Екінші әріп немесе сандарды жазу. Өзің үйге келген қонақты қалай қарсы аласың? Ойыңмен бөліс. Үйге қонақ келсе құт келеді. Келген қонаққа сәлем беріп, үйге кіргізіп, төрге шығарамыз. Дастархан жайып, ас береміз. Қал жағдай сұрасып, әңгімелесеміз. Бүгінгі сабақта уақыт туралы білдік. Уақыт өте бағалы. Уақытты сатып ала алмаймыз. Уақыт кері қайтып оралмайды. Бар уақытымыздың қадірін біліп, уақытты пайдалы өткізейік.